Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен ақша жинаудың қарапайым 15 тәсілінің екінші әдісімен бөлісетін боламын. Аллам бізге қайырлы білім болуды нәсіп еткей. Кеше видеоның соңына дейін көріп, видеома лайк басып қолдап жіберіңіздер. Екінші әдісіміз: жалақы алған күні дүкенге жүгірмеңіз. 30 күн бойы сарыла күткен жалақыны қолға тиген кезде көбінің дүкенге немесе супермаркетке жүгіретіні жасырын емес. Алайда ай сайынғы табысыңыздың бір бөлігі артылсын десеңіз, бұл ойдан бас тартыңыз. Себебі қалтада ақша бар кезде адамдардың дені ойланбай сауда жасайды, қажетсіз дүниелерді сатып алады. Сондықтан ең алдымен үйге келіп, керекті заттардың тізімін жасап алған жөн. Осы айтылған ақпараттарды қолданыңыздар. Өздеріңіздің өмірлеріңізге үлкен нәтиже алып келеді. Супертехника парақшасындағы барлық техникалар керемет жұмыс жасайды. Барлық техникаларды қолданып, шынайы өмірде сол техникаларды қолданып нәтижеге жеткен адамдар бар. Сондықтан да сіз де техникаларды қолданыңыздар. Әрекет етсеңіздер, Аллам сізге бақ-берекені, ризық-несібені молынан беріп қояды. Пайдалы болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Супертехника парақшасы.